Сол себепті боқ ауыз сөз да жаман сөз, балағат сөз, ауызды саста тұрған сөз. Одан алыстау керек. Кейбір бізде жаман әдет бар тағы да. Мынау жаман айтпай жақсы жоқ дейді. Біздің елімізде бір жақ біреудің боқтағанды жақсы көреді бүкілі. Бір жақ бар, өздері біліп жатқан шығар, олар анадан боқтауды жақсы көреді. Екінші жақ бар, олар әкеден боқтауды жақсы көреді. Шеше деп бастайды. Біреулер әке деп бастайды. Бірақ пайғамбарымыздың жететін сахих болған бір хадис бар. Сахабалар тұрып, пайғамбарымызға қарап жатқан сәтте пайғамбарымыз айтады: «Ла тасуббул валидайн». Ата-аналарыңды боқтаушы болмаңдар. Сол кезде сахабалар таңғалып: «Я Расулаллах, кайфа насуббул валидайн?» Я Алланың елшісі, ата-аналарымызды қалай боқтаймыз біз? Деп таңғалған сәтте пайғамбарымыз айтты: сендер біреуді әкесінен немесе шешесінен боқтайтын болсаңдар, біліңдер, өзіңнің әкеңді, өзіңнің шешеңді боқтағанмен бірдей күнә аласың деді. Бейне бір өзіңді, әкеңді, шешеңді боқтап атқанда күнә аласың деді. Неге? Ғалымдарымыз түсіндіреді. Шейх Нуриддин Айтыр бұл хадисті түсіндірген кезде айтады, себебі адам біреуді боқтаған сәтте дейді. Ол адамда қарап тұрмайды, оның боғауыз сөзіне қарап тұрып, аузы ашылып, тыңдап тұрмайды. Ол да оның әкесінен боқтайды, ол да оның шешесінен боқтайды. Дәл солай, сен өзіңнің әке анаңа сөз тиюіне себепкер боласың. Өзіңнің әке анаңа сөз тиюіне өзің себепкер боласың. Себебі сен оның анасынан боқтамағанда, әкесінен боқтамағанда, сенің де әкеңді, анаңды ешкім боқтамайтын еді. Сол үшінде бұл өте қауіпті тұрған нәрсе. Бұл балағат сөз, тастау керек. Алла Тағала Құран кәрімде адамдарға насихат қылып, мынандай нәрсені айтады. Қараңыздаршы, бұл манағы айтып жатқан сөзге қандай дәлел болады. Алла Тағала айтады: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва ла тасуббу аллазина яд'уна мин дуниллах, фаясуббу Аллаха адуан бигайри илм». Садақаллахул азим. Алла не дейді? Алладан өзге біреуге жалбарынып жүрген, Алладан өзге біреуге табынып жүрген, Алладан өзге біреуден сұрап жүргендерді сен балағаттама. Сен оларды боқтама. Себебі неге? Фаясуббуллаха адуан бигайри илм. Бір жаушылықпен, жек көрінушілік сезіммен олар сен табынып жатқан Аллаға сөз тигізе бастайды дейді. Сен біреуді боқтайсың, біреудің дінін боқтайсың. Сол кезде боғауыз сөз айтатын болсаң, ол сенің құдайыңа сөз тигізеді. Алла Тағала ескерту жасап жатыр. Сіз не нәрсеге себепкер болып қалуы мүмкінсіз? Алла Тағалаға тіл тигізген адам, тіл тигізуіне біреудің себепкер болып қалуы мүмкінсіз. Сол себепті балағат ол қайда болсын құпталмайды. Алла құптамайды. Алланың елшісі құптамайды, шариғат құптамайды. Және де сөз ол атылған оқ. Сол себепті балағат сөзден тыйылып, дұрыс сөз сөйлей білейік, әдеби сөз сөйлей білейік, көркем сөз сөйлей білейік.